Meu Deus, cara! Alan! Адам көзі бәрін байқай бермейді, бірақ камера кейде байқап қалады. Бүгінгі видеода сен интернетке тараған таңғаларлық видеоларға куә боласың. Олардың түсірген адамдардың кейбіреуі сол сәтте ештеңе байқамаған, тек кейін видеоны қарағанда байқаған. Бір кадрда көлеңке, екіншісінде қозғалыс, үшіншісінде тірі нәрсе сияқты. Бұл не? Адам ба, жануар ма, әлде аты жоқ нәрсе ме? Біз нақты білмейміз, бірақ бір нәрсе анық. Бұл жай ғана қиял емес. Ендеше ең қорқынышты түсірілімдерге бірге қарайық. Бұл қорқынышты жаратылыс жақында 2021 жылдың 21 қыркүйегінде түсірілді. Және ол сенің қорқынышты түстеріңде өмір сүруге шақ. Бейне авторы түнде қараусыз қалған ғимараттың подвалына қызық көріп зерттеуге кіреді. Ол сол жерде қараңғыда жасырынған қорқынышты жаратылыспен кездеседі. Ол қорқынышты түсініксіз құбыжық. Ол жігітті қумастан бұрын оған тесіліп қарап тұрды. Видеоның авторы ол түсініксіз жаратылыстан қашып кеткеннен кейін шығатын жер басқа жақта екенін түсінеді. Артына бұрылып қараса, әлгі жаратылыс бұрыштан оған қарап тұрғанын байқайды. Костюм киген адам дейін десең, қимылдары табиғи емес. Ол бозғылт, өте арық және оның үсті кірмен дымқыл. Тағы бірнеше метр артқа жүгіргеннен кейін видео авторы мынаны байқайды. Жаратылыс әлі де оны қуып келеді, және әлі де төрт аяғымен. Жаратылыстың қимылы өрмекшінің қозғалысына ұқсайды. Meu Deus, cara! Alan! Meu Deus, Alan! Видео авторына шегінудің жалғыз мүмкіндігі екінші қабатқа баспалдақпен көтерілу болды. Бірақ қорқынышты силуэт оны әлі де қуып келеді. Жігіт фонарьды төмен тексеруге түсіреді. Ол белгісіз жаратылыс асықпай өрмекші тәрізді қимылдарымен видео авторының артынан көтеріліп келе жатты. Бірақ ол жігіт құбыжықтан бірнеше қабат жоғары шығып, ғимараттың басқа бөлігіне барып шығатын есікті тауып қашып кетеді. Сен түнде орманға барудан қорқасың ғой? Егер қорқсаң, оның дұрыс. Шынымен қауіпті мифтік тіршілік иелері орманда өмір сүре алатындығын бұл видео растайды. 2021 жылдың мамырында бұл бейне YouTube сайтына жүктелгеннен кейін өте танымал болды. Видео Тайвань орманында түсірілді. Тайваньның жергілікті зерттеушісімен бір құтырған бала түнгі орманға бірге барады. Бұл видеода ол бұтақтардың арасына кіріп бара жатқаны байқалады. Бір нәрсені көргендей болады. Ол жердің жергілікті тұрғындары ол орманда түнде олардың малдарына шабуыл жасайтын құбыжық бар деп айтатын. Орманға тереңірек кіргенде ол аю дауысына ұқсайтын қорқынышты дауыстарды естиді. Дауыстардың қай жерден шығып жатқанын іздейді. Кенеттен видео авторы ол құбыжықпен бетпе-бет кездеседі. Алдымен оның тырнақтары ғана көрініп, қалған денесі қараңғыда көрінбеді. Бірнеше секундтан кейін құбыжық оның үстіне секіреді. Ұзын шашты және қараңғы, жаман жүзді мифтік жаратылыс. Ұзын тырнақтарын оған батыруға тырысады. Қатты қорыққанынан видео авторы ол жерден қашып кетеді. Mana kamu? Екі әуесқой блогерлер түнде бір дана фонармен қаруланып, орманда қатты терең емес орналасқан туннельді зерттеуге шешім қабылдайды. Видеодан ол екеуі қобалжып тұрғандар байқалады. Туннельді тез зерттеп шықпақшы болады.
Ойларын жинақтап, заброшенный канализацияға максималды түрде жақындауға шешім қабылдайды. Осы уақытқа дейін олар ерекше ештеңке байқамайды. Екеуі канализация торының жанынан бір нәрсе көргендей болады. Дірілдеп, қорқынышпен видео авторлары фонарьды сол жерге түсіреді. Фонарьдың жарығынан таң қалған белгісіз жаратылыс екі аяғына жайлап тұрады. Түсі қоңыр сұр түс болғандықтан оны байқау қиын еді. Басында капюшон, ал бет-әлпетінде маскаға ұқсас нәрсемен жабылған сияқты. Ол жасөспірімдерді байқаған белгісіз жаратылыс орыннан жайлап тұрып, оларды қуады. Видео авторлары ол жерден қашып, әлгі белгісіз жаратылыстан құтылдық деп ойлап, артқы жақтарынан камераны бұрғанда, құбыжықтың әлі де жайлап арттарынан келе жатқанын көруге болады. Жасөспірімдердің бағына орай ол екеуі орманнан қашып шығады. Ал белгісіз жаратылыс терең орманда қалып кетті. Келесі видео қауіпсіздік камерасына түсірілді. Бұл жерде біз бұталар көп ауланы байқаймыз. Камералар периметр бойынша қозғалысты анықтап, жазбаны бірден қосты. Адам сияқты бір нәрсе бұталарды қозғала бастады. Бұл адам тәрізді тіршілік иесінің екі көзі жарқырап тұр. Ол ауланың бұталарында қайта-қайта мақсатсыз қозғалады және қорқынышты дауыстар шығарады. Сонымен бұл кім болуы мүмкін? Үй тұрғындарын қорқытуға тырысқан бір түрлі нәрсені ойлаған адам ба? Әлде бұл шынымен де ғылыммен түсініксіз гуманоидты жаратылыс па? Ал сен үй тұрғындарын орнында болсаң, не істер едің? Өз ойыңды комментарийге жаз. Бұл ютубке жүктелген видеода бір топ жігіттер қалалық аңыздардың құбыжығына ұқсайтын тіршілік иесіне тап болады. Түннің бір уағында жасөспірімдер түсініксіз нәрсені табу үшін орманды жерлерге бет алды. Олар аңыздағы құбыжықты кездестіре алатынын талқылай бастағанда, олардың әңгімесін белгісіз тіршіліктің қорқынышты дауысы тоқтатады. Олар бір-бірімен қобалжып қалжыңдайды. Бұл не болды деп сұрайды. Ол жақтан шыққан дауыс шошқаның шығаратын дауысына ұқсайды. Фонарьдың жарығы жартылай шошқа, жартылай адам тәріздес тіршілікке түскенде, олардың беттеріндегі күлкі қорқынышқа айналады. Жасөспірімдер ол қорқынышты әрі жиіркенішті дауысы бар құбыжықтан қашады. Шошқа тәріздес адам жайлы қала аңызы 1893 жылы Чикагода пайда болған. Тіпті кейбір адамдар ол жай ғана аңыз емес деп айтады. Ал сен қалай ойлайсың? Бұл видеоны әкесінің арқасындағы татуировканы өшіргісі келген кішкентай бала түсірген. Видеода түскен жайт өте түсініксіз. Кезінде бұл видеоны тіпті Эквадор жаңалықтары каналынан да көрсеткен. Видео бала әкесіне жақындағанда басталады. Ал әкесі баласының ойластырған жоспары жайлы ештеңке білмей, компьютер алдында ойнап отырғанын көруге болады. Баласы телефонды алып әкесінің арқасындағы татуировканы камерамен түсіріп үлкейтіп бастайды. Содан кейін ол камераны өзіне бұрып бірдеңке деп сөйлеп жатады. Камераны шетке бұрғанда видеоға бір түсініксіз қорқынышты тіршілік иесі түсіп қалады.
видеонун качествосы төмен болгонунан және камераны жылдам козголткандан ол түсініксіз тіршілік иесінің қай жерде тұрғанын түсіну қиын. Және ол отбасы бұл видеоның ерекшелігін бірден байқамаған. Біз бұл әлемді толық танып болдық деп ойлаймыз. Бірақ бүгін көрген видеоларымыз соның керісінше екенін дәлелдеді. Бұл видеоларды қарапайым адамдар түсірген. Арнайы эффект жоқ, қойылым емес, жай ғана түсініксіз нәрсе камераға түсіп қалған. Ал ең қорқынышты, біз әлі күнге дейін оның не екенін білмейміз. Осы сияқты шығарылымдардың екінші бөлімін көргің келсе, лайк басып каналға тіркел. Келесі видеода кездескенше сау, саламат.